Қыздареки, біздің сабағымыз жалпы соңына да кеп қалды. Яғни ателье ашу және жұмысшы жалдау сабағы. Ателье ашу, жалпы біз ателье ашудан ең алдымен өзімізді шынықтырып, жақсылап шебер болып, клиенттер жинап алуымыз керек. Ателье ашу түк те қиын емес. Барасыз да барып өзіңіздің қалаған жеріңізден арендаға аласыз. Алайда егерде сізде клиент болмаса, сізде тұрақты бір клиенттер болмайтын болса, онда сіздің ательеңіз көп өтпей банкротқа ұшырайды. Сол себепті де үйде отырған аналар, сіздерге ескерту, ешқандай да ателье ашуға асықпаңыздар. Ол ателье деген абырой емес. Ең бастысы сіз сапалы дүниелерді тіге отырып, сапалы тұрақты клиенттер жинай білетін болсаңыз, үйде отырып та жұмыс жасауға болады. Әрине, кейін уже үйде отырып, кәдімгідей айына 2-3 қыз жасауын істеп, қасыңызға жұмысшы алып, үйіңізде ешқандай ыңғайыңыз, жағдайыңыз болмай жатса, онда ательеге шығуға әбден болады. Егерде сізде клиент жоқ болса, онда ательеге шығуға асықпаңыздар. Ең алдымен ол ателье ашу үшін көп зат керек емес. Мысалы үшін қасыңызда жұмысшыңыз бар, тұрақты клиентіңіз бар, сол жұмысшыңызды алып, оған айлық төлейсіз. Қазір оған отдельно тоқталамыз. Және де 2 машинкаңыз, ең бастысы бытовой машинкаңыз біреу болса, прямой строчкаңыз, яғни Jack F4-іңіз біреу болса, және де керекті линейкаңыз, қайшыңыз, меліңіз, маталарыңыз, сондай болса жеткілікті. Примерно ателье ашу үшін, егерде сіз нақты клиенттермен, немесе бір оптовиктермен келісіп жатсаңыз, онда примерно бір ателье ашу үшін 400-500 мың теңге көлемінде расход кетеді. Ал үйде тігіп, уже жаймен бәр нәрсені нольмен бастаған негізі абзалырақ. Барлық нәрсені нольмен бастай отырып, сол дәрежеге біртіндеп жетуіңізге болады. Енді қыздар, жалпы айтты мен ателье ашуға асықпаңыздар. Үйде отырып, 2 машинкамен қасыңызға көршіңіздің бір сіңліңізді алып алып, соны көмек ретінде жалдасаңыз болады. Оған төленетін ақша, яғни енді жұмысшыға берілетін ақшаны есептейтін боламыз. Мен сіздерге айтатыным, ешқашанда бір қызға толықтай барлық нәрсені тапсырып қоймаңыз. Мысалы үшін көрпешені целый, оюын, құрағын, құрастыруын, астар, замуктауын, барлығын тапсырып қоймаңыз. Неге? Өйткені ол қыз көп өтпей бүкіл сіздің мына көрпешеңізді біліп алғаннан кейін, ол көп өтпей сізде жұмыс жасамайды. Өзі беймарал жасай беретін адам, өзі беймарал кәсіпкер бола алады. Сол үшін де, егерде клиент мынау менің жұмысшым тұрақты болсын дейтін болсаңыз, әрине, онда оған тек қана құрағын, немесе тек қана оюын тапсырыңыз. Немесе тек қана құрастыруын тапсырыңыз. Құрастыруын негізі тапсырмағаныңыз абзал. Ең қиыны құрақ болатын болса, құрақты жақсылап үйретіңіз да, сол құрақты ғана тігіп отыратындай болсын. Оюын өзіңіз істеңіз. Немесе тағы да заказыңыз көбейіп жатса, екінші қызды оюға отырғызып қойыңыз. Яғни құрағын бөлек, оюын бөлек адам істеу керек. Ал құрастыруын, астарлау, замуктауын өзіңіз істегеніңіз абзал. Не үшін фабрикаларда, мысалы үшін бір киімнің өзін, жағасын басқа біреу, қолын басқа біреу, жеңін, денесін басқа біреу, юбкасын басқа біреу тігеді. Өйткені ол жерде мастер қылып шығармау. Дәл солай, сізде сол тактиканы қолдансаңыз, бағанағы тігіншілеріңіз көбірек уақыт сізде тұрақтайтын болады. Әрине, енді оның баға жағына, айлық жағына өтетін болсақ, сіз оған бір определенный бір айлықты қойып қоймаңыз. Неге? Өйткені ол
күніне 1 құрақ, 2 құрақ, әрине 2-3 құрақ тікпейді ғой, енді 10 құрақ, 15 құрақты да тігіп айлық алып жүре береді. Сол себепті де сіз оларға құраққа отдельно, оюға отдельно баға қойып қойыңыз. Мысалы үшін орташа стандарттағы, мен өзімнің бағамды айтатын болсам, тігіншілермен беретін 19-да 19 сантиметрлік құраққа мен 40 теңге көлемінде беремін. Яғни ол полный өзі астарын пішеді, лентасын пішеді, тігіп, жанын қиып маған береді. Штугына 40 теңгеден берем. Ал енді оюға тоқталатын болсақ, ары қарай енді құрақтың 22 размеріне 50 теңгеден, 30 размеріне 60 теңге, 100 теңге солай қосып кете беруіңізге болады. Негізі основной осы 14 сантиметрлік пен 19 сантиметрлік және 22 сантиметрлік құрақтар көп істетіледі. Сол үшін сол бағаны айтып жатырмын. Ал енді оюға тоқталатын болсақ, ою бізде стандарт 36-та 36, иә? Ішкі жағы 28, 30, сыртқы жағы 36-та 36. Яғни соны дайындап, қырқып, оны қиып, клей жабыстырып, оны зигзагтау, оның барлығының жұмысы бір штугына 100 теңге көлемінде беремін. Ал енді жаңа 22-лікке 50 теңге көлемінде беремін. Солай есептеп штугына беріп отыратын болсаңыз, ана қыздың өзі де талпынып, мен бүгін осынша штук істеймін, сол кезде менде осынша ақша болады деп талпынып тұрып жасайтын болады. Әрине астарларын, суларын өзіңіз қосқаныңыз абзал. Ал егер де жоқ, мен уақытым жоқ, мен солай общий тігіп беретін тігіншілерді жалдаймын десеңіз, әрине өз еркіңіз, дегенмен де көп тұрақтамайды ол сізде. Бір көрпешені сіз 1500 теңгеге, жастықты 500 теңгеге істете аласыз. Общий барлығын өзі істеп беретін болса қыздар. Солай қыздар, былайынша айтқанда ателье ашу ол мақсат емес, ең бастысы сізде тұрақты клиент болатын болса, сізде сапа бірінші орында маңызды болатын болса, онда сізден ешқашанда клиенттер кетпейді. Енді сіздерге қосымша бонус ретінде осы сату бөлімдерін айтып кетейін. Сату бөлімі жалпы бізде қазіргі ең сіздер үшін ең қолайлы, ол біздегі өзіміздің ыстық аудитория. Ыстық аудитория және де суық аудитория болып екіге бөлінеді клиенттер. Ыстық аудитория ол өзіңіздің туған туыс, бауыр, класстас жекжаттарыңыз, яғни сіздің телефоныңыздағы контакттағы адамдарыңыз. Сол контакттағы адамдарыңызға бірінші орында жарнама жасауыңыз керек. Ол үшін сіз мынау енді курсқа қатысып жатырсыз, мынау онша жастықтарды, көрпешелерді істеп жатырсыз. Сол істеген дүниелеріңізді, фотосын немесе 1 минуттық қызыңызға, балаңызға беріп қойып, құрақ тігіп жатқан сәттерден бір минуттық видеолар алып отырып, соны статусқа постоянно салып отыруды ұмытпаңыз. Өйткені ол ыстық аудитория сізге сенеді және де сізге толықтай тапсыруға мүмкіндіктері бар, егер де олар көрпешеге қызықса әрине. Сол ыстық аудиторияға ұсыну үшін оларды жылыту керек. Яғни күнделікті сторис арқылы көрсету керек. Мен мынандай тігіп жатырмын, мен мынандай курсқа қатысып жатырмын, мынандай дүниелер жасап жатырмын, мен де қолымнан келеді екен деген сияқты барлығын көрсетіп отыратын болсаңыз, сіздің туған туысқаныңыздан клиенттер келе бастайды. Ол клиент алған кезде оған сапалы түрде арзан тіктім, басында арзан тігесіз, арзан тіктім деп емес, әрқайсысын 100 000 теңгеден тігіп жатырмын, бір көрпешені 100 000-нан тігіп жатырмын деп сапалы түрде махаббатпен жасап беретін болсаңыз, оны міндетті түрде ол жаңағы туған туысқаныңыз ба, кім заказ берді, сол міндетті түрде оны сезеді. Яғни сапаны ол сезеді. Сөйтіп, ол өз үшін сізді реклама қылады. Яғни сарафанный радио жүреді. Сіз сапалы дүние жасап беріңіз, алғыс ретінде ол сізді реклама қылады. Оның да қаншама таныстары бар, үйіне келеді, айтады, мынаны кімге жасаттың? Ой, мен осы пәленше деген сіңлім бар, туысқаным, соған жасаттым, өте арзан бағада істеп берді деген сияқты. Әрине, ол екінші келген клиентке кішкене бағаны көтересіз,
солай сапаны, ең бірінші сапаны қоятын болсаңыз, онда клиент сізден ешқашанда кетпейді. Жаңағы танысыңыздан кем дегенде 2 таныс келеді, оған да дәл солай сапалы жасап берсеңіз, одан әрқайсынан 2 кем дегенде 2 таныстан солай сарафан радио болып кете береді, қыздар. Яғни сатылудың бірінші жолы WhatsApp статус, екіншісі OLX. OLX-пен сатсаңыздар өте жақсы. Ол жерге описаниясын, суреттерін, қанша размер екенін, барлығына, 2,30-80, турецкий барқыттан жасалған, мақталы ма, мақтасыз ба, неше штук, жастықтарының размеріне дейін барлығын описания толықтай бересіз и акционный бағада қыстырсаңыз болады. Мысалы үшін, сіз 100 000 теңгеге сатпақшысыз 4 көрпеше 4 жастықты, алайда сіз былай жасайсыз. 130 000 теңге осы аптада үлгеретін болсаңыз, 99 990 теңгеге беремін деп, яғни 30 000 теңге скидка деген сияқты. Ол алдау емес, ол маркетингтің бір құралы, қыздар. Солай жасауға болады. Яғни бағамен қысу арқылы, уақытпен қысу арқылы жасаған жақсы көмектеседі. Сондай акциялар жақсы көмектеседі. Дегенмен де OLX-та бір нәрседен сақтаныңыздар, ол жерде мошенниктер өте көп. Мысалы үшін, сізге клиент звондап, суық аудитория дегеніміз, ол сізді танымайтын аудитория. Ыстық аудитория туған туысқаныңыз болса, суық аудитория ол танымайтын адам. Сол үшін неше түрлі адамдар бар, әсіресе OLX-тан келетін. Сол себепті де, егер де OLX-тан мошенниктер сізге хабарласып, оны қалай білеміз мошенник екенін? Олар әртүрлі сылтаулар айтады. Менде Каспий Голд жоқ, біз шет жақта тұрамыз, біз Қазпошта арқылы аударамын, басқа бір банк арқылы аударамын, ИПА арқылы аударамын, бір нәрсе деген сияқты неше түрлі нәрселер айтады. Ең бастысы, удостоверениеңмен банкоматный карточкаңды суретке түсіріп жібер дейді. Никак түсірмеңіз, қыздар. Алатын клиент сіздің Каспий Голдыңыз арқылы, біріншіден. Екіншіден, иніңіз арқылы салады. Ең кем дегенде, құр дегенде, жоқ дегенде басқа банктен болатын болса, народныйдан болатын болса, сол 16 цифрлы сіздің банкоматный номеріңіз болса жеткілікті. Алайда оны суретке түсіріп емес, цифр ретінде жазып жіберсеңіз болады. Ал суретке түсір, алдын артын түсір десе, сразу бас тартыңыз. Жоқ, мен сізбен жұмыс жасамайым деп қоя салыңыз. Оның бәрі мошенник, қыздар. OLX-та өте сақ болыңыздар. Ал үшінші тема бізде Instagram арқылы, хэштег арқылы сату. Хэштегке сіздерге отдельно бір қыздар жалдаймыз. Оған әрине өздеріңіз үшін қатысасыздар. Хэштегтің маған түк те қажеті жоқ, өйткені мен аудиториямды жинап алғам, өзіме лайық клиенттерім бар. Мен басында көтерілу үшін хэштегке 1 жыл көлемінде қатыстым. Дәл солай сіздерде таза аудитория жинау үшін, шынайы адамдар келу үшін, шынайы клиенттер келу үшін, яғни сапалы клиенттер келу үшін хэштег деген дүниені сіздер Instagram арқылы жасап, аптасына 2 рет жасап отыратын болсаңыздар, онда сіздерге клиенттер де барлығы шынайы түрде келе бастайды. Хэштег деген не екенін сіздерге осы хэштегтің өзінің қыздары болады, соларға тапсырам сіздерді. Сол қыздар сіздерге толықтай түсіндіретін болады. Әрине ол хэштегке біз баға қойып қойғанбыз. Оған менің түк қатысым жоқ. Өздеріңіздің араларыңыздан болған қызды қойып қоямыз. Неге? Өйткені сіздерге кішкентай болсын, осы бизнеске, кішкентай болсын инвестиция құя отырып, клиент жинап алсыншы деген мақсатта. Менің қалтама түспейді, о жағын ешқандай да уайымдамаңыздар. Мүлдем ол сіздерге ғана керек дүние, маған керек емес. Хэштегке қатыспаймын десеңіз де өз еркіңіз, оны өздеріңіз шешесіздер, ол жағына мен мүлдем араласпаймын. Хэштегке примерно сол айына 1000 теңгеден, 1500 теңгеден өзі бағасын шешеді, қыздардың өзі төлейсіздер. Неге? Өйткені оны аптасына 2 рет салып отыру үшін бағана қыздар тексеріп отыру керек. Интересныйға шығуыңызды барлығын қадағалап отыру керек. Сол кезінде сіздерде сапалы клиенттер жинала бастайды. Сол үшін де хэштегті бөлек тақырып қылып қыздардың өзі түсіндіретін болады, қыздар. Жақсы қыздар, мен сіздерге сапалы білім бердім деген ойдамын, және де зейіндеріңіз ашылсын.
сау сәлемет болыңыздар. Әр қашанда клиентке сапалы дүниелерді тігіп беруден шаршамаңыздар, алтындар, сау болыңыздар.